Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді жұмсақ пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Пиццаның дәмді шығуы ол қамырына және де ірімшігіне, яғни сырына байланысты. Сол себептен балқытылған ірімшік алған дұрыс. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен қамырын илеу үшін бізге қажет ингредиенттер: ұн қажет, жылы су, сұйық май, ашытқы және де біраз қант пен тұз қажет. Олай болса, біз қамырымызды илеп бастаймыз. Осындай бір ыдысқа жылы суымызды құямыз, оның үстіне ашытқымызды қосамыз да қасықпен бір араластырып аламыз. Енді осының үстіне біз 5 қасық ұн қосып араластырамыз. Осылай қатты араластырып аламыз да бетін пищевая пленкамен жауып қоямыз. Осылай бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қоямыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін бетін ашып, оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Және де бір ыдысқа біраз жылы су аламыз да қант пен тұзды қосып, осылай араластырып ертеміз. Осылай қасықпен араластырып ертіп аламыз да ергеннен кейін қамырымызға қосамыз. Енді қолымызбен барлығын араластырамыз да аздап ситадан өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды алдын ала ситадан өткізіп аламыз және де ұнның барлығын бірақ қоса салмаймыз, 2-ге 3-ге бөліп қосып илейміз. Біздің қамырымыз тура осылай жұмсақ болып иленуі керек. Қамырымыз дайын болды. Енді тағы да бетін жауып 30-40 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде бұл қамырдан 2 пицца шығады. Пиццаны жасамас бұрын біз ең алдымен протеинімізді дайындап аламыз. Енді қамырымыздың бір бөлігінен біз қазір пицца жасаймыз. Екінші бөлігін салафанға салып, холодильникке қоямыз. Енді біз қамырымызды ұндап отырып, осылай домалақ қылып, оқтаумен жаямыз. Пиццамыздың қамырын қалың қылмай, жұқалау қылып жаямыз. Себебі құрамында ашытқы болғандықтан көтеріліп пісетін болады. Осылай жайып аламыз да протеинімізге сәл ұн себеміз. Одан кейін қамырымызды осылай жаямыз. Енді вилкамен, яғни шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Шанышқымен тура осылай жасап шығамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне біз майонез қосамыз және де кетчуптан жасалған тұзды қосамыз. Осының барлығын қасықпен қамырымыздың барлық жеріне жағып шығамыз. Енді біз ірімшігімізді үкіштен өткізіп аламыз да ең астына аздап осылай ірімшік сеуіп шығамыз. Енді ірімшігіміздің бетіне жаңағы туралған шұжықтарымызды осылай барлық жеріне қойып шығамыз. Шұжықтарымызды қойып шықтық. Енді бір қызанағымызды, яғни помидорды
осылай турап аламыз да пиццамыздың әрбір жеріне қойып әсемдеп шығамыз. Енді ірімшігімізді күштен өткізіп аламыз да осылай пиццамыздың бетіне сеуіп шығамыз. Енді қызып тұрған духовкада 180-200 градуста пиццамызды мөлшермен 25-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің рецептім сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Егер де рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.